Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 104-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Everyday English 8D. Making arrangements. Exercise 1. Бірінші жаттығуымыз. The following sentences appear in a dialogue. What is the dialogue about? Төмендегі берілген сөйлемдер диалогта кездеседі деп тұр, және берілген диалог не туралы, соны айту керек. Have you got any plans for Sunday? Сенің жексенбі күнге арналған жоспарларың бар ма? Келесі. Do you want to come with me? Сен менімен бірге барғың келеді ме? When is it? Ол қашан? It starts at 5:30. Ол сағат 5:30-да басталады. See you then. Кейін көріскенше. Бірінші жаттығу бойынша жауабымыз. The dialogue is about two friends. They are going to meet at the station. Диалогымыз екі дос туралы айтылған, және олар станцияда кездеспекші. Келесі жаттығуға көшеміз. Exercise 2. Екінші жаттығу. Listen, read and check. Which syllables are stressed? Тыңда, оқы және тексер. Қайсысы екпінді буындарға жатады, соны табуларың керек. Тыңдалым бойынша берілген тапсырма. Have you got any plans for Sunday? Бұл сөйлемде got және Sunday деген сөздерге екпінді буын болып тұр. Do you want to come with me? Бұл жерде want сөзі екпінді буын. When is it? When дегеніміз екпінді буын болып тұр. It starts 5:30. 5:30. See you then. Бұл сөйлемде you дегеніміз екпінді буынға жатады. Екінші жаттығуымыздың жауаптары осы. Келесі тапсырма. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Read the dialogue. Where do they want to go? What time are they going to meet? Бұл тапсырмада диалогты оқисыңдар, олар қайда барғысы келді, және олар қашан кездеспекші болды. Соны табуымыз керек. Алдымен диалогты оқиық. Have you got any plans for Sunday? Жексенбі күнге сенде қандай жоспарларың бар? I have got a tennis lessons at 10 o'clock in the morning. Менде таңертеңгісін сағат 10-да теннис сабақтары бар. Why? Не үшін? There is a football match at the Astana Arena. Астана аренада футбол матчы болады. Do you want to come with me? Сен менімен барғың келеді ме? When is it? Ол қашан басталады? It starts at 5:30. Ол 5:30-да басталады. Okay, I can meet you at the train station at 4 o'clock. Жақсы, мен сенімен сағат 4-те пойыз станциясында кездесе аламын. See you then. Кейін көріскенше. Біздің жауабымыз, сұрағымызға жауап берейік енді. They want to go to a football match at the Astana Arena. Олар Астана аренадағы футбол матчына барғысы келеді. Holly and Daniel are going to meet at 4 o'clock. Holly және Daniel сағат 4-те кездеспекші болды. Енді келесі тапсырмаға көшеміз. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Find sentences in the dialogue which mean. Төменде берілген сөйлемдердің мағынасына ұқсас сөйлемдерді диалогтың ішінен табуларың керек. Мысалы, бірінші сөйлемде Would you like to come to? Сен менімен бірге барасың ба деп аударамыз. Енді осы сөйлемге мағыналас диалогтың ішінен сөйлем табамыз. Do you want to come with me? Сен менімен бірге барғың келеді ме? Осы сөйлем дұрыс. Келесі, екіншісі What time is it? Қашан басталады? Сөйлемде When is it деген сөйлем бар. Бұл да қашан басталады дегенді білдіреді. Үшіншісі What plans have you got for Sunday? Жексенбі күнге сенде қандай жоспарларың бар? Диалогтың ішінде Have you got any plans for Sunday? Жексенбі күнге сенде қандай жоспарларың бар деген сөйлем екеуі ұқсас келеді.
Міне бұл 4-ші жаттығуымыздың толықтыру жауаптары. Енді келесі 5-ші жаттығуға көшеміз. Exercise 5. Say the sentences in exercise 1 in your language. Бірінші жаттығудағы сөйлемдерді өз тіліңде айт деген. Have you got any plans for Sunday? Сенің жексенбі күнге жоспарларың бар ма? Do you want to come with me? Сен менімен барғың келе ме? When is it? Ол қашан басталады? It starts at 5:30. Ол сағат 5:30-да басталады. See you then. Кейін көріскенше. Енді келесі тапсырмаға көшеміз. Exercise 6. 6-шы жаттығу. You are talking with your friend student A. You have got a gymnastic class on Saturday morning. Student B, use the adverb to invite student A to a sports event. Change the words in blue in exercise 3 to act out a similar dialogue. Сен досыңмен сөйлесіп тұрсың. Сенбі күні сенде таңертең гимнастика бар. Сен өзіңнің бір досыңды шақыруың керек соған. 3-ші жаттығуға қарап, көкпен берілген сөздердің орнын ауыстырсаңдар болады. Және интонацияға мән бер деген. Ал диалогты құрастырып көрейік. Jack, hello Alex, have you got any plans for Monday? Сәлем Алекс, сенде дүйсенбі күнге қандай да жоспарың бар ма? Alex, I have got a football match at 10 o'clock in the morning. Why? Менде дүйсенбі күні таңертең сағат 10-да футбол матчы бар. Не үшін? Jack, there is a swimming competition at the sports center. Мұнда спорт орталығында жүзуден жарыс болғалы жатыр. Do you want to come with me? Сен менімен барғың келеді ме? Alex, when is it? Қашан басталады? Jack, it starts at 4:30. Ол сағат 4:30-да басталады. Alex, I will call you when I go. Swimming is my favorite sport. Мен саған баратын кезде өзім қоңырау шаламын. Жүзу бұл менің сүйікті спортым. Jack, okay, see you then. Жарайды, сосын көріскенше. Міне оқушылар, біз бұл диалогымызда өзіміздің бір досымызды спорт орталығындағы жүзу жарысына шақырдық. Бұл жерде тек жүзу ғана емес, өздерің ұнатқан, қалаған бір спорт түрін алып қойсаңдар болады. Сонымен оқушылар, бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 104-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Назарларыңа көп рахмет. Келесі кездескенше.